Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бұрыш пен баялданы өсіру ерекшеліктері. Бірінші сұрақ: тәтті бұрыштың ботаникалық морфологиялық құрылысы, биологиялық ерекшеліктері және жылыжайда өсіру технологиясы. Екінші сұрағымыз: баялды ботаникалық морфологиялық ерекшеліктері және жылыжайда өсіру технологиясы. Собықша бұрыш көкөністік және дәмдік болып бөлінеді. Көкөністік немесе тәтті бұрыш тамаққа жас бұқтырылған, фаршталған, тұздалған және консервіленген күйінде пайдаланылады. Татымды немесе ащы бұрыш әртүрлі тағамға тұздық, сонымен бірге қиярды, патиссонды және басқа да көкөністерді тұздағанда дәмдеуіш ретінде қолданылады. Бұрыш капсикум аннум деген латынша атауы. Ол Мексика, Гватемала және Перу отанынан шыққан. Бұрыштардың әр алуан түрлерінің орталығы сол аймақтарда кездестірілген. Үндістердің ертеден бері мәдени өсімдіктерінің бірі болған анықталған. Оңтүстік Америкада бұрыштарды 6000 жыл бұрын өсірген. Бұрыштың Европаға келуі Христофор Колумбтың есіміне байланысты. Ал Ресейдің оңтүстік аймақтарында, мысалы Астрахан қаласы, Иран және түріктердің 16 ғасырдың соңғы кезеңінде келгені белгілі болды. Ботаникалық морфологиялық ерекшеліктеріне тоқтайтын болсақ, бұрыштар алқа тұқымдасына жатады. Қызанақ туысты, өз отанында ол көпжылдық. Ал біздің елімізде ауа райының жағдайына байланысты ол 1 жылдық мәдени дақыл. Ботаникалық морфологиялық ерекшеліктеріне тоқталсақ, тамыр жүйелері ұсақ, түкті тамыршалары бар. Топырақ қабатында 60-80 см тереңдікте және 1 метр диаметріне дейін таралып орналасады. Жапырақтары сабақты, сопақша, ірі жұмыртқа тәріздес болып келеді. Сабақтары өсіп өну дәуірінің бастапқы кезеңінде жұмсақ маекті болып, ал жемістене бастаған кезде және жемістері пісе бастаған кезде дөрекіленіп, буындары жуандап, ағаштанып, қатайып кетеді. Гүлдері домалақ тәрізді, дара қосақталған немесе шоқталған. 5 мүшелі, кейде 7 мүшелі де болады. Күлтелері ақ, сары, күлгін немесе ақ күлгін дақты. Әрбір жанама сабақтарының қолтығының жоғарғы жағында бірден, кейде 2-3-тен гүлдері кезектесіп, тоқтаусыз күзгі салқын түскенге дейін қалыптасып жемістене береді. Жемістері жалған жидек болып саналады. Бұршаққын тәрізді, ішкі қалқандарының 4 ұялы болып бөлінеді. Көлденең кесіндісінде осы қалқандардың тұқымдары көптен қалыптасады. Бұрыш сорттары ерекшеліктеріне қарай жемістері салбырап, төмен қарай, ал кейбіреулерінде жоғары қарай тік өсіп қалыптасады. Жемістерінің қалың қабықты 3-5 см болып аралығында болады. Онша шырынды емес, ал ащысының жемістерінің қабықтары 1-2 мм аралығында болады. Химиялық құрамына тоқтасақ, оның құрамында деген құрғақ заттар 6-27 аралығында пайыз, қанттылығы 28-52% аралығында, крахмал 2-9 аралығында және ылғалды клетчаткалар 9,68 және 24 аралығында болады. Ащы татымды дәм беретін органикалық зат ол капсаицин. Енді 20 ғасырдың 30 жылдарында Американың биохимигі және биоэнергияның негізгі қалаушыларының бірі Альберт Сент-Дерди тәтті бұрыш жемістерінен кристалды препарат аскорбин қышқылын алған. Сол үшін ол Нобель сыйлығы берілген. Бір адамның тәуліктік қажетті С дәрумені 50-100 мг аралығында, осы жемісті 50 грамм жемісін пайдаланғанда жеткілікті дейді мамандар. Тәтті бұрышты жылыжайда өсіру қызанақтың технологиясына ұқсас болады. Келесі сұрағымыз: баялды жылыжайда өсіруге бұрыштың ласточка сорты тиімді болып келеді. Жылыжайда отырғызуға дайындау қызанақтікіне ұқсас болады. Өсімдіктерді орналастыру тәсімі деген блокты жылыжайларда қос қатарлы
100 плюс 60 сантиметр аралығында, ал ангарлы және пленкалы жылыжайларда 80 плюс 40 сантиметр аралығында болады. Бұтаны қалыптастырғанда 2-3 бұтақ қалдырады да, әрқайсысының жеке-жеке аспаға іледі. Өсімдікті күтіп баптауда жеміс алынған бұтақтарды әлсіз жетілмеген түйіндерді алып тастайды да, ал ірі жемістер жинауға ықпал жасайды. Бұрыштың өркендері өте осал, сондықтан өсімдікті мұқият байлап ұстау керек. Бұрыш қызанақпен салыстырғанда жиірек суаруды қажет етеді. Себебі оның грунттың немесе субстраттың аз уақытқа да құрғағаны көтере алмайды. Бұрыш қызанақпен салыстырғанда жиірек суаруды қажет етеді. Себебі субстраттың немесе грунттың аз уақытта да құрғағаны көтере алмайды. Сонымен бірге ол артық ылғалдылыққа да шыдамайды. Сондықтан оны аз-аздап суарып отырғызғаннан кейін 2-4 жұма аралығында орташа ылғалдылығын 60-70% аралығында ұстайды. Ал жеміс қалыптасқанға дейін 75%, ал өнім жинар алдында 89% шамасында ұстайды ылғалдылықты. Бұрыш өсіргенде өсімдіктердің қатарлары қабысқанша 3-4 рет топырақты қопсыту жүргізеді, ал егерде аз көлемді технология отырғызған болса, онда техникалық шараларды орындамайды. Тыңайтқыш қолдану жүйесі және үстеп қоректендіру қызанақтікіне ұқсас. Бұрыш көмірқышқыл газын қолданғанды өте жақсы қабылдайды. Жылыжайда көмірқышқыл газын қолданған өте жақсы нәтиже көрсетеді. Оның мөлшері 1% болғанда, қысқы көктемгі және күзгі айналымда бұрыш өнімділігін 30%-ға арттырады. Бұрыш өсіргенде зиянкестер, мысалы жылыжай биті немесе жұқпалы вирустық темекі теңдеулілігінен немесе мозаикадан қорғау шаралары жүргізіледі. Жемісті жұмысына 1 рет техникалық пісу кезде жинайды. Келесі сұрағымыз ол деген баялды. Баялды немесе баклажан деп айтамыз, салану мелангені. Ол көкөніс дақылы ретінде Европада және Ресейде 17 ғасырдың бастап өсіре бастаған. Одан жеке тағам дайындауға да болады, ал көбінесе консервілеу өнеркәсібінде қолданады. Тамаққа өсуін аяқтаған, бірақ піспеген 25-30 тәуліктік жемістерін пайдаланады. Ол баялдының жемістерінде 7-11% құрғақ зат, 3-4% аралығында қант, сондай-ақ фосфор, калий, темір тұздары болады. Және де А1, Б1, Б2, С дәрумендері сияқты тағы да басқалары болады. Баялданың жемісі емдік қасиетке ие, қандағы холестериннің кемуіне әсер етеді, тамырлардың склерозын және бүйрек ауруын емдеу үшін де пайдалы. Баклажанның тамыр жүйесі жақсы дамыған, тарамдалған, топырақтың жоғарғы қабатында орналасады. Сабағының биіктігі 1 метрге дейін жетеді, мықты, төменгі жағы ағаштанады, бұтақтанғыш болып келеді және түкті болады. Жапырақтары ірі, сопақша, жиектері бүтін, немесе сәл ойықты. Олардың түсі сортына байланысты жасыл немесе күлгін түске дейін болады. Гүлдері қос жынысты, өздігінен тозаңданады, кейде айқас тозаңдануы да мүмкін. Кейбір сорттарында жемісінің ұзындығы 40 сантиметрге дейін жетеді, ал салмағы килограммнан асады. Олардың пішіні шар тәрізді, алмұрт тәрізді, цилиндр тәрізді болуы мүмкін. Түсі күлгін, жемісінің еті ақшыл немесе сәл-сәл жасылдау болып келеді. Жемісінде камера болмайды, тұқымдары тікелей етіне орналасқан, бұрыштікіне ұқсас, бірақ ұсақ болып келеді. Мысалы, 1000 тұқымның салмағы 3,8-4,4 грамм аралығында. Тұқымдары 13 градуста өне бастайды. Алдыңғы дәрісте айтып өткендей, қызанақ, бұрыш және баялды, олар алқа тұқымдастарына жатады, жылы сүйегіш дақыл ретінде, сондықтан олардың тұқымдары 13 градуста өне бастайды. Баялдының өсіп өну үшін оңтайлы температура 25-30 градус аралығында. Ол өсімдіктің өсуін 15 градуста тоқтатады.
тым жоғары температура болса, мысалы 35 градустан жоғары болса, онда опат болуына және гүлдердің ұрықтануы жүрмейді. Баклажан қысқа күннің өсімдігі, ол үшін ауаның оңтайлы ылғалдылығы 50% аралығында болады. Ал топырақты ашық грунтта өсіретін болса, онда 80% аралығында болған жөн. Баялды сонымен бірге ылғал жеткілікті болса, ауа құрғақшылығына шыдайды. Өсімдік тамырлары басты, мықты, көшіріп отырғызғанға нашар қалыптасады, сабағы түкті болып келеді, биіктігі өте биік емес, мысалы деген 90 сантиметрлік болып келеді, содан кейін биік 70-90 сантиметр аралығында, және орташа 40-70 сантиметр аралығында, содан кейін төмен 25-40 сантиметр аралығында, және ергежейлі дейді, немесе өте төмен 25 сантиметрден төмен болып сорттарға бөлінеді. Жапырақ тақтайының түсі көк күлгін, жасыл күлгін жүйкесімен, жасыл ашық жүйкесімен ерекшеленеді. Жемістердің пішіні және салмағы өте ірі, олар деген 1000-2000 аралығында, грамм аралығында болады сортқа байланысты. Одан кейін ірі топта деген 400-900 грамм аралығында болып есептеледі. Және одан кейін орташа түрі, орташада 200-400 грамм аралығында болады сортына байланысты. Жеміс пішіні қабыстырылған, жеміс түсі қара көк, қою көк күлгін, ашық көк, ақ, сұр жасыл болады. Енді вегетациялық кезең бойынша оларда 3 топқа бөлінеді. Тез пісетін ол 120 күн аралығында, орташа пісетін 140 күн аралығында, және кеш пісетін 140 күннен жоғары. Жылыжайда өсіру технологиясы бойынша қызанақтікі, бұрыштікі, баялдыныкі бірдей болып келеді. Оларды да қалыптастыру негізгі сабағынан басталады, және қырпу әдістері бірдей болып, өгей жапырақтарды, өгей сабақтарды алып тастауға тура келеді. Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, соған жауап беруіңіз сұралады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.